Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сабақта оттекті органикалық қосылыстармен танысамыз және спирттер класымен. Дәптерлерімізді ашамыз және дәптерде тақырыбымызды жазамыз. Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы және спирттер класы. Оттекті органикалық қосылыстар, олар функционалдық тобының құрамында оттегі бар органикалық қосылыстар. Оттекті органикалық қосылыстарда функционалдық топтары болады. Мысалы, спирттерде гидроксил тобы OH, алдегидтерде карбонил тобы COH. Оттекті органикалық қосылыстарға келесі класстар жатады. Ол спирттер, фенолдар, алдегидтер, кетондар, карбон қышқылы, жай және күрделі эфирлер, көмір сулар. Бүгін нақты спирттер класымен танысамыз. Жаңа тақырып дәптерде жазамыз. Спирттер жалпы формуласы CnH2n қосу 1 OH. Спирттер дегеніміз молекулаларында көмірсутек радикалымен байланысқан OH гидроксил тобы бар заттар. Келесі алыну жолдары дәптерлерінде жазып отырамыз. Шарап спирті немесе этил спирті формуласы C2H5OH. Ол жаңағы әртүрлі жолдармен алынады. Мысалы, жүзімнің құрамына глюкоза кіреді. Ашытқы қатысымен байланысты глюкозадан ашқан кезде этил спиртімен көмір қышқылы газын алуға болады. Міне, мынау реакцияны жазып алдыр. C6H12O6 глюкозаның формуласы. Ашығанда C2H5OH этил спирті бөлінеді және CO2 көмір қышқыл газы бөлінеді. Келесі спирттер үш топқа бөлінеді. Бірінші, қаныққан спирттер. Қаныққан спирттердің арасында бір-бір байланыстан кездеседі. Мысалы, мынау C3H7OH пропил спирті. Қанықпаған спирттер егер қос байланыс кездеседі. Мұнда C3H5OH ол бізде пропен спирті және ароматты спирттер. Егер оларда бензол сақинасы кездессе, онда ароматты спирттер деп атайды. C6H5OH. Спирттердің жіктелуі. Бірінші, гидроксил тобымен байланысқан көмірсутектер радикалына байланысты. Екінші, гидроксил тобының санына байланысты. Үшінші, гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомның табиғатына байланысты. Енді толығырақ. Спирттер мен дәптерге жазып алыңдар. Үш бағыт. Бірінші, бір атомды болады. Егер бір гидроксил тобы кездессе, мысалы CH3OH ол бізде метил спирті, C2H5OH этил спирті. Келесі, екі атомды спирттер. Егер оларда екі гидроксил тобы кездессе. Мұнда, мысалы, C2H4OH2 еселенген, екі атомды спирт, этилен гликоль. Келесі, үш атомды спирт, егер үш гидроксил тобы кездессе. C3H5OH еселенген, үш атомды спирт, глицерин деп аталады. Келесі, екінші жіктелу түрі. Егер OH тобы көмір сутекпен бір байланыспен байланса, онда біріншілік деп аталады. Мысалы, пропанол 1. Егер мына жерге қойсақ OH тобын екі жағына екі байланыс бар, сондықтан екіншілік спирт, мысалы, пропанол 2. Және егер міне үш жақтан үш байланыс бар көміртектің арасында, сондықтан үшіншілік спирт деп аталады. Мысалы, мынау заттың атауы 2 метил пропанол 2 деп аталады. Спирттердің гомологтық қатары. Спирттердің гомологтық қатарына біз білеміз 1-ден 10-ға дейін атауларын. Онда егер метан болса CH4, бізде радикал болады, CH3 және OH тобын қосып, метан ол деген жалғауын қосамыз. Метанол ол жаңа жүйелік номенклатура бойынша. Этан болса, бір сутекке C2H5OH этанол, мұнда C3H7OH пропанол, C4H9OH бутанол, C5H11OH пентанол, солай жалғаса береді. Немесе тарихи атаулары жаңа радикалдан бастаймыз. CH3 ол бізде метил және спирт деген сөзді қосамыз. C2H5 этил радикалы, этил спирті болады. C3H7 ол бізде пропил радикалы, пропил спирті. C4H9
бутил радикалы, сондықтан бутил спирті. С5H11 пентил радикалы, С5H11OH ол бізде пентил спирті болады. Осылай 10-ға дейін гомологтық қатарын дәптерлеріне жазыңдар өздерің. Спирттердің физикалық қасиеттері. Қалыпты температурада метанолдан диканолға дейін олар сұйық заттар. С11-ден метадиканол деп атаймыз да. Мета деген сөзді қосамыз, метаэтанол, метапропанол, солай жалғаса береді. Олар қатты заттар болып келеді. Алғашқы үшеуі метанол, этанол, пропанол, ол сұйық спирттер өздеріне тән иістермен. Ал бутанол мен пентанол иістері жағымсыз болып келеді. Және келесі метанол туралы айтқым келіп тұр. Метанолдың екінші атауы ол бізде ағаш спирті деп атайды. Ол өте қауіпті зат. Сондықтан оны ішуге ешқашанда болмайды, тек қана медицинада қолданады. Өйткені егер адам 50 грамм метанол ішсе, онда көру жүйесі зақымданады, адам көрмеуі де мүмкін. Келесі, қайнау температурасы. Спирттердің қайнау температурасы. Метанол 64,7 градуста қайнайды. Этанол 78,3 градуста қайнайды. Пропанол 97,2 градуста қайнайды. Бутанол 117,7 градуста қайнайды. Пентанол, немесе тарихи атауы амил спирті 137,8 градуста қайнайды. Көміртек сандар өскен сайын қайнау температурасы өсе береді. Міне өздерің көріп тұрсыңдар мынау схемадан. Келесі, спирттердің химиялық қасиеттері. Спирттердің химиялық қасиеттерін анықтайтын гидроксил, міне қара түспен тобы және ол байланысқан радикалдарына байланысты. Спирттер қышқылды негізді қасиеттерге тән. Реакция түрлі. OH тобымен жүретін. Келесі, OH тобы бойынша сутек атомның орын басу реакциясы. Үшінші, тотығу реакциялары және төртінші, дегидратация реакциялары. Су молекуласын бөлу реакциялары. OH тобымен жүретін орын басу реакциялары. Міне мысалы мұнда С2H5OH плюс натрий. Мұнда жаңа спирттер әлсіз қышқылдар тәрізді сілтілік металдармен әрекеттеседі. Сілтілік металдарға периодтық жүйесінің бірінші А топшасында орналасқан металдар жатады. Олар литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Спиртпен қосылғанда бізде спирт тұзын түзеді. Олар алкоголяттар деп аталады. Мысалы, мынау натрий этилаты деп аталатын тұз. Егер натрий этилаты сумен әрекеттескенде қайтадан этил спирті түзіледі және сілті түзіледі, натрий OH. Осы екі реакцияны дәптерлеріне жазып алыңдар. Және алкоголяттар дегеніміз не, сонда жазып алыңдар. Келесі, OH тобымен жүретін реакциялар. Этил спирті галоген сутектермен әрекеттесіп, мұнда көріп тұрсыңдар, OH тобы және галоген сутегі бірге қосылып, су пайда болады және брометан галоген сутек пайда болады. Келесі, мұнда метанол, қосу H хлор, мұнда катализатор ретінде күкірт қышқылы болады. Мұнда метил хлорид және су бөлінеді. Осы реакциялар, олар қайтымды реакциялар болып есептеледі. Келесі, дегидратация реакциялар. Дегидратация дегеніміз суды бөлу деген реакция. Спирттер дегидратациялардың түрлері екі түр болады. Ол молекула ішілік және молекула аралық. Молекула ішілік дегидратациядан алкендер түзіледі. Мысалы, спирттерден катализатор ретінде күкірт қышқылы болса, онда спирттен суды алып қойып этилен түзіледі. Және молекула аралықты жай эфирлер түзіледі. Онда мысалы жай эфир, метил, этил эфирі деп айтуға болады. Оны толығырақ эфирлер тақырыбында өтеміз. Келесі. Тотығу реакциялар. Спирттердің тотығу күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады. Түзілу өнімдері спирттердің орын басу дәрежесіне сай.
және пайдаланатын тотықтырғыштың табиғатына байланысты. Мысалы, жаңа күшті тотықтырғыш болу керек деп айттық. Мұнда этил спирт тотықтырғыш ретінде мыс оксиді болады, екі валентті. Онда ацетальдегид пайда болады және таза мыс бөлінеді және су бөлінеді. Осы реакцияны жазып алыңдар. Келесі спирттерді мыс оксидімен тоқтықтыру арқылы альдегидтерді алуға болады. Қолданылу. Медициналық практикада этил спирті негізінен сүртінуге, компрессорге арналған сыртқы антисептикалық және тітіргендіргіш зат ретінде қолданылады. Хирургтың қолын операция жасалатын аумақты медицина құралдары тазалап өңдеуде. Қолдану тәсілі және дозалары сыртқы мақта тампондар сүрткілердің көмегімен теріге жағады. Компрессор жасайды және спирт ол жаңа әртүрлі вирустарды өлтіреді. Спирттен жаңа мен айтқандай алкендер алуға болады. Мысалы, этил спиртінен этилен алуға болады және альдегидтерді алуға болады. Сондықтан спирттің маңызы өте зор. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйде осы видео сабақты тыңдап және қосымша лекция болады. Лекцияны көшіріп алып, мынау екі есепті шығарыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Балалар, сау болыңдар.